Деструктивті деген сөздің өзі қиратушы, бұзушы, былайша айтқанда бір қоғамдыға іріткі салушы деген терминнің аудармасы сондай. Сондықтан қандай да бір идеология болмасын, бір діндің атын жамылып, елдің арасында біріншіден тұлғаны бұзса, жеке көзқарасын, ол қоғамды бұзса, ол отбасын бұзса, ол жерде мемлекет те бұзылады. Кез келген дінді жамылып сөйлеуші, мен мынандай діндемін деген көзқарасты ұсынып жатқан кезде оның түбі, негіздемесі бар ма, жоқ па, оның жалпы схемасы, жоспары деген сияқты тарихын зерттемей оған баға беруге болмайды. Бірақ өкінішке орай қазір біз деструктивті емеспіз, біз неосәләфи деп жалған сәләфи емес, біз шынайы дінді ұстанушылармыз деген көзқарасты алға тартып жүргендерді естіп жүрміз ғой. Бірақ оларға мен айтарым, мысалға, кезінде біздің мемлекет оларға дұрыс қарады. Бірақ олардың әрекеттері, көзқарастары қоғамда біліне бастады. Мысалға, алдымен жеке тұлғаны бұзды. Шала-шорпы көзқарас қалыптастырды. Нәтижесінде отбасында дау-дамай туындай бастады. Яғни дәстүрді жоққа шығару, анау болмайды, мынау болмайды деген сияқты келте ойлаудың нәтижесінде бір отбасы бұзыла бастады. Пәтуа сұрайды ана жақтан. Сол кезде айтады, екі вариант. Біреуі не өлесің дейді, дінің үшін соқсасын, шахид боласың. Не дейді? Екінші вариант, ол жерден көшіп кетесің дейді, хижра жасайсың дейді. Екі вариант ұсынады. Дінің үшін соғыс, ол террорлық әрекетке итермелейді. Екіншісі, онда көшіп кетесің. Дұрыспыз деп жүргендердің идеологиясын ұстанған, соның көзқарасын дұрыс деген азаматтар бізде Сирияға кетіп қалды. Түбінде кімдер отыр? Бұлардың көзқарасы қандай еді? Деген сияқты мәселені анализ жасаған кезде Мұхаммед Абдул-Ваххабтың көзқарасын ұстанушылар болып шыққаннан кейін бізде ол қиратушы деген көзқарас баға беріле бастады. Міне, яғни бұл жерге бір қарап христиан бағытын ұстанушылар немесе ислам бағытын ұстанушылардың ішінде басқа да жамағаттардан кеткен жоқ. Мұхаммед Абдул-Ваххабтың кітаптарын оқыған азаматтар кетті. Ғылымға қосқан жаңалықтары бар ма деген сұрақ қойылу керек. Тек қана теракті, соғысу, Даиштің құрамына кіру, елдің арасында отбасын бір-біріне бүлікке шақыру, исламның ішінен жік шығарып отыр.